Ахметбек пен Қасен. Ертеде есте жоқ ескі заманда бұл дүниеде бір хан өмір сүріпті. Оның селт етпейтін сенімді 40 уәзірі болыпты. Көп уақытқа дейін ханда да, оның бас уәзірінде де бала болмапты. Алла тағаланың мейірімі түскен күні екеуінің де әйелдері дүниеге бір-бір ұлдан алып келіпті. Ханның ұлына Қасен, ал уәзірдің ұлына Ахметбек деп ат қойылыпты. Туғаннан бастап балалар айрылмастай болыпты. Бірге тәрбиеленіп, әртүрлі ғылымға бірге бейімделіпті. 15 жасында екеуі де бір топ ғалымдарға бергісіз оқымысты болып қалыптасыпты. Күндердің бір күнінде олар қалың кітаптардың бірінің ішінен бір ханның жұмбақ қызы өзі тұратын қала мен хандықты хабарлап жазған қағазды тауып алады. Қағазда сонымен қатар хан қызының жұмбағы бар екен. Кімде-кім сол жұмбақтың шешуін тапса, жұмбақ қыз соған тұрмысқа шықпақ, ал таппаса басынан айырылады. Өз бақытын сынап көрмекші болған үміткерлер де аз болмапты. Көзсіз батылдыққа барған батырлардың иықтарынан ұшқан бастар да аз болмапты. Ахметбек пен Қасен болса ойлана отырып мынадай тоқтамға келіпті. Қаншама жылдар бойы біз ғылымды оқыдық, басымызды бәйгеге тіксек те, өз күшімізді сынайтын кез келген сияқты. Ал егер жұмбақты шешсек, хан қызын алып келеміз. Осылайша жігіттер жолға шығыпты. Ұзақ жол жүріп, бірде олар бірде-бір тіршілік иесі көрінбейтін таңғажайып жерге келіпті. Ешкімді кездестіре алмаған достар шаршап-шалдығып келе жатып, кенеттен таңғажайып сарайдың алдынан шығыпты. Қуанғандарынан аттарынан секіріп түсіп сарайға кірсе, оның ішінде тірі жан жоқ болып шығыпты. Тек қана жарқыраған зәулім сарай тұр. Бұл ғажайыпқа таңданған жасөспірімдер сарайды аралап шығып, не де болса осында түнеп шығуға келісіпті. Аттарының ер-тоқымын шешуге барса, олардың ер-тұрмандары сыпырылу тұр екен. Қайтадан сарайға оралса, дәм-тұзға толы дастархан жаюлы тұр екен. Шай ішуге отырса, шай шыныларға өзі құйылады екен. Екі дос тойып тамақтанып алып, аттарын жайылымға жіберуге шықса, аттары жібектей жайқалған жасыл шөпте жайылып жүр екен. Сарайға қайта оралады. Қараса екі жайма төсек жаюлы дайын тұр екен. Бұл ғажайыпқа таң қалған екі дос күдіктеніп, ұйықтамау үшін бірге жатуға келісіпті. Қасен Ахметбектен бір нәрсе туралы әңгіме айтуын сұрапты. Ахметбек ұзақ тарихты баяндайды да, Қасеннің қалай ұйықтап қалғанын байқамай қалады. Таңға жақын бұрыштан, мына екеуі сонымен қайда бағыт алды деген дауыс естіледі. Басқа бұрыштан, олар хан қызының жұмбағын шешуге бара жатыр. Ахметбек шешеді, оған үйленеді. Бірақ қайтар жолда мен екеуін де өлтіремін, ал қызды өзіме аламын деген дауыс естіледі. Бірінші дауыс, «Оу, сен оларды қалай өлтіресің?» деп сұрайды. Ал жауабына, олар тағы да осы жерге күш жинап алу үшін түнеуге тоқтайды. Міне, сол кезде мен оларды өлтіремін деген сөз естиді. Енді олар мұнда қайтып оралмайды. Себебі Ахметбек сені естіп отыр. Егер түнеуден бас тартса, олар келесі аялдамаға жете алмайды. Аттары әлсірейді. Ал жаяу олар алысқа ұзамайды. Міне, сол кезде мен олардың алдарынан сәйгүлік қарға болып шығамын. Егер хан қызы менің үстіме мінсе, мен құстай ұшамын. Тек олар көріп үлгерсін. Ал егер Ахметбек Қасенмен мінсе, жерге лақтырып, құлатып таптап өлтіремін. Бұл алдағаныма көнбесе, екінші тосқауылды пайдаланамын. Күміс бұлақ болып, алдарынан сыңғырлаймын. Шаршап шалдыққан жолаушылар салқындап шөлдерін басуды жөн көреді. Міне, сол кезде екеуін де улап, қызды өзіммен әкетемін. Тіпті болмаса, оған да, маған да бұйыртпай, жылан болып жорғалап, хан қызының төсегіне жетемін де оны шағамын.
бірақ Ахметбек сенің не ойлайтыныңды өте тамаша естіп отыр. Сен ештеңе жүзеге асыра алмайсың. Егер Ахметбек естіген білгені жайлы біреуге тіс жарып айтатын болса, қара тасқа айналады. Осылайша дауыстар тыйылды. Таң атады. Таң атқанша көз ілмеген Ахметбек тәтті ұйқы құшағындағы Хасенді оятады. Жуынып, шайынып, жайылған дастарханнан шайға қанған олар сарайдан шығады. Ал аттар ертеліп, тұяқтарымен жер дар боп тұр екен. Хасен, бізге мұнда бәрі сәтті болғанын айтудың да қажеті жоқ. Қайта жолда тағы да осында соғамыз депті. Ахметбек ештеңе айтпай, бізге мұнда енді жол жоқ деп қана ойлапты. Достар ұзақ жүрді. Ақыр соңында хан тұрағына жетті. Мұнда оларды құрметті қонақтай қабылдады. Жолдан шаршап келгендіктен дем алып күш жинасын деген ниетпен жеке кигіз үй тіктірілді. Жасөспірімдер ханның қабылдауында болып, біз алыстан бағымызды сынап, сіздің қызыңыздың жұмбағын шешуге келдік. Егер рұқсат етсеңіз, деп өз ниеттерін білдіреді. Хан қызына кісі жіберіледі. Оларды көрген қыз мынадай жұмбақ жасырады. Айрылмастай үш достың бірі жер бетінде болып жатқанның бәрін көріп білетін қабілеті болыпты. Екіншісі көзді ашып жұмғанша көңілі қалаған кез келген жерге бара алады екен. Үшіншісі өлгенді тірілтетіндей емшілік қасиетке ие болыпты. Бірде ерекше көру қабілеті бары белгілі бір байдың жылап пысықтап сұлу қызын жерлегелі жатқанын көреді. Лезде-ақ үшеуі сол жерге жетіп, тап сол жерде оны тірілтіп алады. Риза болған бай үшеуінің біріне қосуды шешеді. Бірақ кімге? Қыз кімге бұйыру керек? Жұмбақтың мазмұн сипаты осы болады. Ахметбек тұрып, көп ойланбастан былай дейді. Таңдау бай қызының өзінде. Ол кімді сүйсе, соған күйеуге шығады. Жауап дұрыс болады. Ал қаншама үміткерлер бай қызын емшіге, көріпкелге немесе оларды тез арада жеткізушіге бұйырады деп бастарын қатырыпты. Қайғы жұтып өз бастарынан айырылғандар қаншама. Хан қызын шығарып салуды өте ауқымды өткізеді. Қызына бай жасау жасайды. Ахметбек болса қызды Хасенге ұсынуды шешіпті. Ұзақ жол жүргеннен кейін бірде кеш батқан кезде олардың алдында таныс сарай тұрды. Хасеннің оған бұрылып тоқтағысы келгенімен Ахметбек өз айтқанынан қайтпады. Жолаушылар одан өтіп кетті. Хасен өкпелеп, Ахметбек, оның не? Біз қатты қажыдық қой. Бұл сарайда бізге қандай жақсы болғанын ұмыттың ба? Деп айтты. Хасен деп жауап берді Ахметбек. Мен саған ешқашан қастық ойламаймын және ешқашан қырсығымды тигізбеймін. Осы жолы мені тыңдашы. Олар ары қарай жүріп кетеді. Қараса олардың алдарында сылдырлап кең жайылып алысқа асығып бұлақ ағып жатыр екен. Хасен қуанғанынан айғайлап жібереді. Міне сәттілік. Оу, керуенді тоқтатыңдар, осы жерге түнейміз. Ахметбек сасқан жоқ. Аттан секіріп түсіп, бұлаққа жүгіріп барып дұға оқып, артынан қамшымен бұлақты осып-осып жіберді. Су лезде жоқ болып кетті. Хасен тағы да реніш білдірді. Ахметбек, оның не? Сарайда демалуға мұрсат бермеп едің, енді міне бұлақпен де солай істедің. Күшіміз жоқ, ең құрғанда шөлімізді қандырып, салқындап алар едік қой. Мүмкін қалыңдықты маған ұсынғаныңа өкініп келе жатқан боларсың. Біздің өлгенімізді қалайсың ба? Ахметбек ештеңе деп үн қатпастан жолға шықты. Олар ұзақ жүрді. Шаршағандықтан көздері қарауытты. Аттары әлсіреп, орындарынан қозғау мүмкін болмапты. Олар жаяу жүріп кетеді. Бақайлары қанағанша қажалып, табандары ашып, аяқтары қақсап, жүруден де қалыпты. Қараса, қарсы алдарынан әдемі ғажап сәйгүлік жүйткіп келеді. Ер-тұрмандары жалтылдап көз қарықтырады, құдды ертегідегідей. Аттарды тоқтатыңдар
деп Қасен айғайлап арғымақтарға тап берді. Бірақ Ахметбек ертерек ұмтылып қамшымен арғымақтарды осып жіберді. Ал олар лезде жер жұтқандай көз алдынан ғайып болды. Қасен мүлдем ашуланып, ызалықтан ұстамсызданып, досына көңіл қалдыратындай сөз айтады. Бұл сапар өте қиын болды, бітпейтіндей, таусылмайтындай көрінді. Ақыр соңында шаршап шалдыққан жолаушылар үйлеріне де жетті. Қуанышы қойнына сыймаған хан той жасады. Той 40 күнге созылды. Ахметбек түнімен кірпік қақпайды. Қасеннің киіз үйінің маңында отырып жыланды күтеді. Бірде оның таңға жуық көзі ілініп кетеді. Кенеттен Қасеннің әйелінің атты айқайынан оянып кетеді. Қараса, ару ақыл есінен айырылып өлуге айналыпты. Қара сұр жылан жастардың төсегінен ақырын жылжып түсіп барады. Ахметбек оқтай ұшып келіп, жыланды тұншықтырып өлтірді де босағаға лақтырып тастады. Содан кейін Қасеннің әйеліне жүгірді. Жылан шаққан әйелдің бетінен уын сорып алып түкіріп тастады. Сол кезде Қасен оянды. Ұйқысын ашпаған күйі не жағдай болғанын анықтамастан, аңғармастан, мен ұйықтап жатқанда менің әйелімді сүйдің деп кінәлай бастайды. Енді оған өзің үйлен, мен саған о баста соны айтқанмын, бүкіл жол бойы сен бізге кедергі келтірдің деп реніш білдірді. Амал жоқ, Ахметбек Қасенге не істегенін де, не білгенін жасырмай айтып берді. Жорғалағыш улы жыланды көрсетті. Мен сенің әйеліңді сүйген жоқпын, бетінен жылан уын сорып алдым деген сөздерді айтқан кезде Ахметбек суық қара тасқа айналып кетеді. Көз жасымен қайғыны жуа алмайсың. Қасен әйелі екеуі көз жастары көл болып жылай-жылай бақ ішінен ең жақсы жерін таңдап, қара тасты көрнекі жерге қояды. Содан бері 2 жыл өтті. Олардың өмірге ұлы келді. Ол 2 жасқа толды. Бірде Қасен бақсыны үйге әкеліп, оған Ахметбекті тірілтіп алуға бола ма, оны тірілте ала ма деген сұрақтар қойып, досына көмектесуді ойлайды. Сиқыршы былай жауап береді. Сен өз ұлыңды құрбан етіп қана бұл мақсатыңа жетесің. Оны баққа алып бар. Осы тастың үстіне қойып, қанын ағыз. Сонда сенің досың тіріледі деп жауап береді. Қасен одан бетер қайғырады. Әйелімен ақылдасады. Қалай істеуге болады? Тығырықтан шығар жол жоқ. Біз әлі жас емеспіз бе? Әлі баламыз да болар. Ал Ахметбек сияқты досты табу қиын ғой. Қасен ұлын баққа алып келеді. Бақытсыз ата-аналар баланы тасқа айналдырады. Сол сәтте Ахметбек тіріліп олардың алдында тұрды. Қасен әйелі екеуі оны бас салды. Қуаныштан жылап, қуанғаннан мәз болыпты. Досын сарайға кіргізіп, ең құрметті орынға отырғызады. Көп кешікпей Ахметбек те өз өмірлерін ұзақ және бақытты өткізді.